Бөдене жұмыртқасы тауық жұмыртқасынан пайдалы баламасы болып саналады. Кейде оны табиғи дәрі және тез өсуі үшін балалар жеу керек деп те санайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасымен қоса зияны қандай? Сіз білесіз бе? Егер видеом қызықты болса, лайк және подписка жасаңыз. Және келесі менің қызықты видеоларымды бірінші болып көріңіз. Бөдене жұмыртқасының құрамы. Бір бөдене жұмыртқасында 0,8 грамм көмірсу, 4,99 грамм май және 5,87 грамм ақуыз бар. Бір қызығы, кішкентай мөлшеріне қарамастан, мұндай жұмыртқа тауық етінен гөрі тойымды. 100 грамм өнімде 168 кал бар. Ал тауық жұмыртқасының 100 граммында 142 кал бар екен. Бөдене жұмыртқасы пайдалы дәрумендер мен минералдардың қоры. Оның құрамында натрий, темір, калий және А дәрумені бар. Оның пайдалы қасиеттері өте көп. Құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнім темір тапшылығы мен анемиясының алдын алу үшін пайдаланылады. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Дауысыңыз әлсіз немесе дауысыңыз қарлыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырыңыз, сонда тыныс алу проблемаларынан арыла аласыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда әкеледі. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де ем. Сонымен қатар терінің қартаюы процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға косметика саласында пайдаланылады. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетінде және ерлердің денсаулығына пайдасы өте мол. Сарапшылар бөдене жұмыртқасын шикі түрінде жеуге кеңес береді. Термиялық өңдеу кезінде пайдалы минералдар негізінен жойылады. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке қарай, бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Бөдене жұмыртқасының зияны туралы аздап айтып кетсем. Ал мұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері де бар. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар. Бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызға бөдене жұмыртқасын бермес бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сонымен қатар, холестерині жоғары және жүрек және қан тамырлары аурулары бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынуда абай болу керек. Сондай-ақ, бөдене жұмыртқасын шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі мүмкін деген қағидада бар. Және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге мүлдем болмайды. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді екен. Ресей президенті Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған екен. Өйткені бөдененің еті де жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйреді, әрі тойымды. Дәлірек айтқанда, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп деп жазады.
Б тобындағы дәрумендерде анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары екен. Бұл диеталық өнімдеміз. Кобальт, никотин, қышқыл және амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені бөдене жұмыртқасы тауықтікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдардың әлі күнге дейін қайран қалып келген тұжырымы. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында 1 айға жуық, ал тоңазытқышта 2 айға жуық сақтауға болады екен. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиетіне тағы да бір тоқтала кетейін. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруға таптырмас ем. Бас ауруы, демікпе мен туберкулез, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек аурулары, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамдар жасартады қасиетке ие. Бөдене жұмыртқаның құрасына кіретін тирозин, амин қышқылы косметика саласында ең көп қолданылатын, ең қат өнім саналады. Сонымен қатар, жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 түрлі микроэлементтері бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің, атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Жапондардан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысындағы авторы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторанты Мұхтар Байбатшановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына 1 ай бойына бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді. 1 айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде, ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны ыдырататынын анықтаған. Мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Ғалым біздерде де бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасында
қарағанда 3-4 есе жоғары екенін көз жеткіздік деп сенімді түрде айтып отыр. Ал мұны жапондар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөлінген жұмыртқасын тегін таратылып беріледі. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Ол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шегеде ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығы түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатшанов ақпарат құралдарының бірінде берген сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатын дәлелденген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және де басқа елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шекіле қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп безбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы бәрінен пайдалысы шегу күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қала алады. Ұзын сөздің қысқасы, бөдене жұмыртқасының пайдасы өте мол. Сол үшін күнделікті бөдене жұмыртқасын тұтынуды өз отбасыңызға әдетке айналдырыңыз. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментария қалдырыңыз.